Корольдық деңгейге арналған жол талғамайтын ағылшындардың дәл осы Range Rover автокөлігінде 5 литр қозғалтқышта 8 сатылы 525 аттың күші орналасқан. Радиатор торлары кіші көрінгенмен, ішіндегі 5 литрлі қозғалтқышты суытуға қауқар жетеді. Мына диодты шамдары кейбір адамдардан да ақылды. 22 дюймдық дөңгелектері, мұнда бесключевой доступ, датчик мертвых зон. Ашасыздар, порогты айтсаңыздар. Пах, қандай ғажап иіс, иісінің өзін айтсаңыздар, достар, не деген иіс. Корольдің машинасы десе, корольдің машинасы ғой. Жалпы бұл жақта екі алдыңғы және екі артқы орындықта да массаж бар. Массажды қыздырып жасайды екен. Айтқандай, мына жерде 3 зоналық климат контроль бар. Электронды рөль, электронды батырмалар. Әйнекті дәл осы батырмамен түсіресіздер. Керемет. Ішінде холодильник, морозильник. Нағыз комфортқа керек зат. Құдай, пульт неден бар ғой мұнда. Не нау? Фантастика ғой, фантастика. Артқы орындықта да массаж бар екен, түскін келмей қалды. Бұл көлік жол талғамағандықтан пневмоподвеска жүйесі орналастырылған. Көліктің жүк салғышына келсек, бұл екі бөліктен тұрады, төбесі және асты. Оны неғып болай жасаған? Мүмкін. Отырғанға ыңғайлы болсын деген шығар. Басқа көліктерге шалбарыңыз тиіп бамперіне кір болып қалады ғой. Мынада тимейді, рахат. Егер сізде оңтүстік Корея елінен автокөлікке тапсырыс беруді ойлап жүрсеңіз, бізде ең тиімді, ең арзан бағада керемет көліктер таба аласыздар. Және де бізде контейнер доставкадан бөлек авиа доставкамыз да бар. Ол жағынан да керемет жеңілдіктер жасап береміз. Ұмытпаңыздар, тіркеліңіздер. Рахмет.